Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Жақында белгілі журналист Амангелді Батырбековті құқық қорғаушылар ұстап алып кеткен болатын. Бұл туралы Құлбек Ергөбек былай деп депутат Ермұрат Бапиге арнап жазба жариялады. Қадірлі қаламдасыным Ермұрат Бапи, кеш естіп қапы соғып жатырмын. Оңтүстікте ақиқатшыл, мемлекетшіл күрескер демократ Амангелді Батырбеков есімді журналист бар, болады да, оған күмәнданбаймын. Бірақ осы азаматтығы асқан ақиқатшыл қаламдасты оңтүстіктің құқықшылары нақақ түрлі сылтаумен қамап тастапты. Толық себебін біле алмай отырмын. Кешегі 30 жылда ақиқатшыл журналисті қамай салу мәселе еместі. Ал бүгін демократияға шындап қадам басқан бүгінгі күні бұл ұят. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев саясаты жергілікті жерлерде жүзеге аспай отыруының бір көрінісі секілді. Ең бір сорақысы, Амангелдідей арлымызды қамауға салушылар күні кеше Сарыағашта 5 жасар бейкүнә сәбиді сорлап өлтірген Қаныпезерді бұрынғы қылмысынан босатып жіберген жақтастары деседі. Ұзын сөздің қысқасы, Ермұрат, мына Амангелді әріптесіңнің ісіне жоқ уақытыңды бар етіп көзіңді сал, араша түсейік. Амангелдіні беру, позицияны беру, демократияға нұқсан, өзі де оңайлықпен беріспес дегенде біздің болысуымыз керек секілді. Сен баста, мен сенің қасыңдамын. Ағалық жүректен Құлбек Ергөбек деген еді. Ал бұған мәжіліс депутаты Ермұрат Бапи былай деп жауап қатқан екен. Құлбек аға, біз Амангелдіні бұған дейін де қорғап қолдап келген едік. Бұл азаматтық ұстаным жалғаса береді. Себебі қалай болғанда да журналистпен бұлай күресуге болмайды. Екіншіден, журналисті қудалау, азаматтар бостандығын қудалау. Әзірге мен бейнет тартып, мертігіп қалып үйде жатырмын. Бірақ әріптесімнің бұдан былайғы азаматтық және кәсіби тағдыры менің тұрақты бақылауымда болады. Егер бұл нақақ істің соңы насырға шабатын болса, менің ғана емес, қотарылған қоғамның қолдауы қажет болады, дейді Ермұрат Бапи.